Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз хош иісті өте жұмсақ сыр қосылған сарымсақ нанын дайындайтын боламыз. Жұпар иісі аңқыған жұп-жұмсақ бұл нанның дәмін бір көрсеңіз, қайта-қайта жасап жей бергіңіз келеді. Алдымен ыдысымызға ұнды саламыз. Үстінен 1 шай қасық тұз және де 1 шай қасық қант және дрожж салып, жақсылап араластырып аламыз құрғақ ингредиенттерді. Енді үстінен ертілген сары майды және де 1 жұмыртқа, үстінен сүтті құйып жақсылап араластырамыз. Барлық осыған қосылатын құрамдарын астындағы описание бөлімінде қалдыратын боламын. Және де сонымен қатар YouTube'да қазақша каналым даму үшін жүрекшені қызартып басып, достарыңызға осы видеоны жіберіп, қолдап кетсеңіздер деймін мені. Және қамырымызды осылай илейміз. Енді қолымызбен біріктіріп, жақсылап мейірімін қандырып, осылай жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Мінекей, бұл нанды бір жасап көргеннен кейін міндетті түрде қайта-қайта жасай беретін боласыз. Осылай қамырымызды илеп дайын болды. Міне жұмсақ бетін мешокпен жауып, 50-60 минутқа қоя тұрамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майымызға жарты шай қасық тұз қосып, және де үккіштен өтілген 3 дана сарымсақты қосып араластырамыз. Және де өзіңізге ұнайтын кез келген аскөкті зелень қосып араластырасыз. Менде бұл жерде укроп пен петрушка қостым, және де жасыл жуа қосса да болады. Осылай араластырып аламыз. Міне осындай дәмді масса дайын болды бізде. Енді үстеліміздің үстіне ұнды сеуіп, жаңағы дайын қамырымызды осылай қолмен видеода көрсетілгендей жайып аламыз. Көтерілді жақсы бізде қамыр. Қолмен жаямыз. Және де осы қамырымызды противенге, пергамент қағазын жайып, осылай қойып аламыз. Пышақты қатты батырмай, осылай тор қылып сызып шығамыз. Міне видеода көрсетілгендей. Осылай етіп сызып шығамыз. Енді жаңағы дайындаған салмамызды осы қамырымыздың үстінен тегіс етіп, бүткіл жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Осылай мінекей. Және де жаңағы сызған сызығымыз кетіп қалса, үстінен қайтадан бастырып, сызып жіберуге болады, дымда қалмайды. Және сырды аламыз. Бізге сыр керек. Осылай бөліктерге бөліп аламыз, жіңішке етіп. Осына ортасынан тағы да кессе болады. Жаңағы сызған тор көздеріміздің ішіне осы сырларымызды осылай етіп, видеода көрсетілгендей етіп, салып шығамыз. Тігінен және көлденеңінен тор қылып. Сосын духовкаға салып, пештеріңіз 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Айта кететін жағдай, өзіңіздің пешіңіздің қыздыру несіне байланысты. Міне дайын болды. Бұл нан хош иісті, жұп-жұмсақ, дәмі деген өте керемет болып шығады. Міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Жансая. Міне қараңыз, қандай жұмсақ, қандай керемет. Жасап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.